Бүгін мен сіздерге осы маусымда өте сәнді немесе оңай шаш қию үлгісін көрсетемін. Ол үшін мен шашты жуып, дайындап алдым. Ал, кеттік. Ортасынан ұстап, ұзындығын белгілеп аламыз. Артқы жағын қиып біттік. Енді мына алдына көшеміз. Шаш қию үлгісін жасап біттік. Енді бұл шашымызды фенмен кептіреміз. Шаш кептірген кезде мен сіздерге бір құпияны айтып өтейін. Шашты кептіргенде фенімізді жоғарыдан төмен қарай ұстау керек. Өйткені шашымыз шатасып кетпеу үшін, егер де лайнан кептіретін болсаңыз, шаш шатасып кетеді және де шаштарымыз сынуы мүмкін. Тағы да бір құпияны айтып өтейін сіздерге. Егерде шашыңызға көлем бергілеріңіз келсе, шаштың түбінен ұстап, былайынан қатты жоғарыға тартып, фенді астынан жіберсеңіз, желді жіберсеңіз, кішкене шашыңыз көлемді болып кепеді. Шашты кептіргенде тарақсыз-ақ неше түрлі форма беруге болады. Оны шаш кептіретін кезде саусақтарыңызбен ұстап, қай жаққа қарай жібергіңіз келеді, шаштың ұштарын немесе алдынан, тура солай саусақтарыңызбен жасауға болады. Тарақпен қолданудың қажеті жоқ. Қазір көрсетемін сіздерге қалай жасау керек екенін. Міне осылай бүгінгі шаш қию үлгісін аяқтады. Бұл қазіргі маусымда өте сәнді әрі оңай шаш қию үлгісі.